Қайырлы күн, сізді тоқу өнерін үйренуге жасаған алғашқы қадамыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Кішігірім танысып өтейік. Менің есімім Күннұр, Тараз қаласынан боламын. Үйде отырған декреттегі анамын. Қолөнер бойынша 8 жылдық тәжірибем бар. Бірнеше бағытта тапсырыс қабылдап, Инстаграм арқылы қосымша табыс тапқанмын. Қазіргі таңда қыздардың сұранысы бойынша, яғни қолөнер бойынша авторлық қазақ тілді курстар өткізіп жатырмын. Бұл базалық курс сізге бір киім тоқып кетуге, немесе бір киім тоқып шықпасаңыз да, бұл базалық курстан сол жетістікке жететін фундаменталды білімді алатыныңызға сенімдімін. Бастысы қалай үйретеді екен, не үйретеді екен деген сияқты сыни көзқараспен емес, шынайы үйренемін деген ниетпен бастасаңыз, бұл сізге пайдалы болатынына сенімдімін. Әрине, қолөнер ол 99% практикадан тұрады. Яғни сіз жай ғана сабақтарды көріп қойсаңыз ештеңе үйренбейсіз. Міндетті түрде жасау керек. Сол жасау барысында біраз шыңдаласыз. Бірден айтайын, бұл сізге оңай емес. Басында бірнеше қиындықтар болуы мүмкін. Шатасуыңыз мүмкін, қателесуіңіз мүмкін, қисаюы мүмкін. Ілмектеріңіз дұрыс шықпай, тіпті тоқылмай қиналуыңыз мүмкін. Бірақ бұның барлығы жай ғана алғашқы этапта солай болады. Бастысы, сіз үйренемін осы нәрсені, меңгеріп шығамын деген мақсат қойсаңыз, сол сіздің қателіктеріңіз жаңағы 10 бұйым тоқып үйренгендегі тәжірибені беретіні сөзсіз. Ал ендеше сіздің уақытыңызды құрметтеймін. Уақытты көп созбай сабағымызды бастайық.